4 жылдан бері қала мен облыс әкімдігіне арызданып, тіпті мемлекет басшысының атына 3 бірдей хат жазған номері 40-шы үйдің тұрғындары әбден қажыған, шыр айналып шырылдап жүргендері 5-ші қабаттағы пәтерлердің иелері. 2019-дан бері осы төбені біз жауып келе жатырмыз өзіміздің қаражатымызбен. 2023-тің январынан бастап барлық органдарды, барлық нелердің бәрін біз уже кіріп шықтық. Областной прокуратураға Бежановқа да бердік. Бежанов тұрғын үй инспекциясына берді Дайрыбаевқа. Дайрыбаев Шаменовке жіберді. Шаменов тұрғын үй инспекциясы КСК өстіп, бір кругтан бір кругқа келе береді. Ешқандай нәтиже жоқ. Нәлібаевтың өзіне барғанның өзінде де әлі қабылдамай жатыр, уақыты жоқ. Келесі апта деп, міне бүгінгі күнге дейін келдік. Мына жаңбыр жауған сайын қазір үйдегі су, аққан су 2-ші этаж, 1-ші этажға дейін су кетіп тұр. Кәдімгідей стена бойынша ағып. Светімізді қоса алмаймыз. Қазір отырғанда біз бәрі отключение беріп, кептіріп жатырмыз. Кешегі жаңбырдан кейінгі өз қаражатымызға жабайық десек, мына астыңғы не көтермейді. Президентке жаздық, 3 хат кетті президентке осы январдан бастап. Бірақ президент областнойға жібереді, акиматқа, областной городскойға жібереді. На Еркебай деген бір нені жаза береді, аварийный ситуация емес бұл үй деп. Проблеманы өз көзімізбен көру үшін екі ортаға арнайы бардық. Көрген көрінісіміз көңіл көншітпейді. Бір емес, бірнеше бетон жабынды төменге түскен. Міне мынадай тіреуіш кірпіштер қазіргі күні үгітіліп жарамсыз күйге түскен. Бұл бергі жағы, бұдан да дәл осы ортасы үгітіліп үңгірге айналғандары бар. Яғни мына төбені тірейтін кірпіштердің ешқандай қауқары жетпей тұр. Тұрғындар бұл кірпіштерді қайта жасақтауға және де мына төбені көтеруге ақылымыз жетіп тұр дейді. Ең өзектісі қалтаға түсетін қаражаттың ауырлығы. Сол себептен де жергілікті билік біздің жан айқайымызға мән беріп, демеушілер арқылы дәл осы бір мәселемізді шешіп берсе екен дейді. 4 жылдан бері әбден табандары тозған тұрғындардың айтары дәл осындай. Бұл проблеманы қала әкімдігімен ұйымдастырылған баспасөз турында шаһар басшысына арнайы қойдық. Сауал етіп, Асылбек Өмірбекұлының мәселеден хабары бар болып шықты. Сауалға жауап келесідей. Мынау 2 слой болады ғой, бетонға крыша. Бірінші үстіңгі слой, екі ортасында ұстап тұрған тіреуіш кірпіштері жиеліп, бірінің үстіне бірі олай деп тұр. Соны енді сіздің де қабылдауыңызға көп болған екен, кіре алмай жүргенде. Облыс әкімінің де қабылдауына. Өткенде ол жақтың округтың депутаты Айгүл Нәжмәденқызы екен. Сол кісіге де ескерткен. Бір өзіңіздің негізгі алыстан іздеп жатқан. Мен оны мәселені білем, маған мәселесін көрсетті, өткен жолы суретті көрсетті. Оған енді біз енді қазір бір кәсіпкерді соған бекіттік. Сол кәсіпкер арқылы біз енді оны күтіп жамай саламыз ба десек, сөйтсек ол үлкен жұмыс екен. Ол енді крыша құлайын деп тұрған жоқ, енді халық басқаша түсінген. Тех помещениенің үстінде ұстап тұрған несі ғой, бетон. Ол ешқандай қауіп жоқ. Аварийный деп көп мәселе көтерген, ешқандай қауіп жоқ. Тех помещениенің үстіндегі дополнительный перекрытиясы, соның астында ұстап тұрған қыштардың мүжіліп атқан. Солай ғой. Соны толық қышын көріп, бетон қиып жасап беретін болып жақын арада. Нұрдәулет Қалабеков, Айдос Исаев, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.